Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі шашылып тұратын қаттаманың рецептісімен бөлісетін боламын. Жылы суға тұз салып араластырамыз, ыдысымызға құйып, илектен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Июі қанғанша 15-20 минутқа қойып қоямыз. Содан соң қамырды бірнеше рет илеп, тағы да бетін жауып 5-10 минутқа демалдырып қойып қоямыз. Толық июі қанған қамыр өте жұмсақ болып шығады. Әрі жайылғанда әдемі, біркелкі, барлық жері тегіс болып жайылады. Қамырды тезірек жаю үшін видеода көрсетілгендей үлкейтіп алып жайсаңыз болады. Қамырды тезірек жаю үшін өзім осы техниканы қолданамын. Сонда қамырым бір тегіс дөңгеленіп, жұқа болып, әдемі болып жайылады. Оқтаудың тек шеттерін ғана басамыз, ортасын көп баспаймыз. Қамырдың жұқалығы 1 мм болғаны дұрыс. Енді ерітілген сары майымызды құйып, қамырды толықтай біркелкі майлап шығамыз. Майлап болған соң, қамырдың бір шетінен бастап, рулет ұқсатып, орап шығамыз. Оралған қамырымызды видеодағыдай дөңгелетіп, салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Бұл қамырды тағы да мұздатқышқа да сақтауға болады. Қалаған уақытыңызда мұздатқыштан алып, қолдана беруге әбден болады. Өте ыңғайлы. Мендегі қамыр шамамен 1 сағаттай тұрды. Енді осыны 3-ке немесе 4-ке бөлеміз. Менің табам кішірек болған соң, мен 3-ке бөлдім. Бір зуала негізі 3 бөлік немесе 4 бөлік шығады. Видеода көрсетілгендей, осылай орап, рулетті жинаймыз. Қаттаманың жұмсақ, сықырлап, әрі шашылып тұруының құпиясы ұнды көп қолданбаймыз. Мүлдем қолданбасақ та болады. Қызып тұрған табамызға кішкене сұйық май құйып, майымызды біркелкі жағып, қаттамамызды салып, толықтай пісіріп аламыз. Қаттаманы үнемі қозғап, осылай айналдырып тұру қажет, сонда барлық жері біркелкі піседі. Екінші бетін аударамыз, оны да дәл солай айналдырып тұрамыз. Табаның астындағы от орташа болғаны дұрыс. Қаттамаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.